Көп балалы үйге барғанда көзіңді соқыр, құлағыңды керең, аузыңды мылқау қылып барғаның дұрыс. Неге дейсіз бе? Себебі ондай үйлерде әрдайым бәрі тап-таза болып тұрмауы мүмкін. Кейде үй шашылып, ыдыс жуылмай қалады. Тамақ та уақытында дайын болмайды. Өйткені анасы балаларға үлгеріп жүр. Бірін жинаса біріне ас әзірлей алмайды. Бірін бақса екіншісіне қолы жетпей қалады. Мұны тек көп балалы аналар ғана жақсы түсінеді. Ал кей адамдар бар, бірден мін-тақыш, үйі шашылып жатыр, салақ қатын деп айта салады. Бірақ ойланыңыздаршы, сол балалардың у-шуы, үйдің шашылғаны біреулер үшін ең үлкен арман емес пе? Балалары бар, шаңырағы шатқа толы жан ғана осы тәтті бей-берекеттің қадірін біледі. Уақыт өте бәрі өзгереді. Бүгінгі тентек балалар ертең қолғанат болады. Бүгінгі боқ ошақ ертең майлы ошаққа айналады. Сондықтан қадірлі әйелдер қауымы екі елі аузымызға қақпақ болайық. Біреудің үйіне, тұрмысыңа, еңбегіне тіл тигізбейік. Біреудің мінің тергеннен пайда таппайсыздар. Қайта өз ойымызды, жүрегімізді тазалағанымыз жөн. Үйлеріміздің оты өшпесін, шаңырақтарымыздың шаттығы кетпесін.